бұрышта тұрған Жанар деген қызға аян беріп, сонымен ол қыз өзі ер адамға жорытқанды дұрыс көріпті. Содан маған звондайды, осыны аян көрдім. Халқымыздың басында мынандай қиын жағдай болып тұр. Арты жақсылық болсын, қуанышқа берік болсын. Бір мал құрбандық шалу керек екен деп. Мен бір мал құрбандықты қайда шалсам болады деп, сен тоқта, бұл халыққа беріп тұрған аян екен. Елге жарияла. Қосылам деген халық болса қосылсын. Бірігіп шалайық, көп түкірсе көл деген әңгіме бар деп, сол Жанардың аяны бойынша жаңа жиналып отырған жайымыз бар. Ана бұрышта тұрған қыз. Аха. Ал енді мына Асқақ ағаны бұрыннан танимын, менің ауылдасым болып келеді. Бұл кісінің анасы өте керемет, мейірімді адам болған. Бұл кісінің анасына мен бата алғам кезінде, әкесі де көпшіл адам болған. Сол әкесінің сабыры бұл кісіге де беріп тұрған шығар. Бұл кісінің жаңағы бақыт етеңді айтқанына қосылам. Өйткені себебі біз енді Қазақ даласының көптеген әулиелердің басында болдық қой. Жаңағы емшілік жасасаң үйде жаса, не айтсаң да үйде айт. Бірақ жаңа әулиенің басында әулиені сыйла деген сөз бар. Ол өзіңді құрметтеу, өзгені емес. Бірінші адам өзін құрметтесе, сонда өзгені құрметтеген болады. Ол өте орынды болып тұр. Жанар, саған бақыт берсін Алла тағала, осы ұйымдастырып жатқаныңа. Ал енді мынау шалып жатқан құрбандық баршамызға қабыл болсын. Халқымызға Алла тағала бір жақсылығын берсін, мейірімді де бір шапағатты патша берсін, өркендеп өскен нәсіп болсын.